Ассалаумағалейкум, бүгінгі видеода біз мен өзім қолданатын топ 5 видеогенерациялық модельдерді көрсететін боламыз. Ол үшін біз қазір Syntex сайты арқылы осы қазір ең топовый модельдердің бәрін тесттен өткізіп, арасынан салыстырып алатын боламыз. Және мен өзімнің қайсысын қолданатынымды көрсетемін. Қазір мен қолданатын Syntex сайтын төменде сілтеме бар, сол арқылы өтіп, регистрация жасап, тіркеуден өтіп, ары қарай өздеріңізде осы тестті өткізіп, өздеріңіздің қалаған бүкіл модельдеріңізді қолдана аласыздар. Бұл жерде тек қана фотогенерация, видеогенерация емес, бұл жерде GPT агенттерді қолдансаңыз болады, текстовый Cloud, тағы не бар, Gemini, Grok, DeepSeek, Queen, ChatGPT бәрі бар. Одан кейін аудио, музыка, тағы не бар, подкасттар жасаңыз болады, Toolkit деген бар, Toolkit деген ол жерде апскейл жасаңыз болады, видеоңызды, фотоңызды апскейл жасап, бүкіл агрегаттардың бәрі осы жерде жиналған. Және интерфейсі өте қарапайым, жаңадан бастаушыларға мен осы сайтты ұсынамын. Басты мәзірден фотогенерацияға өту үшін біз мына жерде дизайн деген кіреміз. Дизайн дегенге бассақ, бізде мына жерде список сессияды бассақ болады, немесе новыйдан өзіміздің папкаңызды, новыйдан проектіңізді ашсаңыз болады. Енді қараңыз, мына жерде оң жақ бетінде выбор модели деген бар. Выбор модели таңдаған кезде сізде мына жерде көп бүкіл түрі бар. Nano Banana, Midjourney, Seedream, Sora, Flux, Runway, Imagine, Higgsfield, Soul, Ideogram, One, Grok Image, Luma. Бүкілі бар. Мен осының барлық моделінен бір промптпен ең жақсы модельдерді таңдап, жақсы разрешениеде бүкіліне бірдей соотношениемен фотогенерация шықтым. Енді бүкілін таңдасақ, мысалы мына жерде бізде Midjourney. Midjourney'дің осындай фотолар шықты, қараңыздар. Жақында Midjourney'де еще 8-де 1 деген жаңа моделінде обновление болды, жаңартулар болды. Качество жағынан, детализация жағынан өте жақсы жоғары деңгейге жетті. Midjourney осы моделін жиі қолданам, стиль ретінде. Келесі бізде мына жерде Nano Banana. Nano Banana бізде база. Бұрыннан қолданып келеді, уже 4-5 ай болды ма, самый топовыйлардың қатарына келеді. Nano Banana 2, әрі арзан, әрі стабильный бұл, тұрақты модель. Енді ишный контент болғаннан кейін мына жерде ишный фотошефт тұрды. Бірақ ешқандай қателіктер жоқ. Бәрі детализация жағынан жақсы. Бұл жерде бізде Seedream 5 Lite, Seedance-тің фотогенерацияның моделі. Вроде бы нормально, бірақ қандай не сияқты болып қалғанда. Фото болады ғанда, мыльный фото болады, сондай болып қалған. Келесі бізде ChatGPT. ChatGPT-дің екінші версия шықты. Nano Bananaдан бір зат жоғары тұрады деп ойлаймын, кейбір кезде детализация жағынан, кейбір кезде киношность жағынан, кейбір кезде андай фотоны, промпты түсіну жағынан бір саты жоғары тұрады деп ойлаймын. Мен фотогенерацияны салыстырған кезде, жалпы, қалай мен салыстырам, қалай мен таңдаймын. Бірінші, шынайылық. Слишком резкий, слишком мыльный болса, и сразу бір көзге қарағанда ол ChatGPT-дан мысалы промпт жазасыз, немесе Cloud-тан промпт саласыз, өзіңіз промпт жазасыз, сол кезде мынау фото и деп адам сразу білетін болса, ол нашар деген сөз. Екіншісі, бұл жерде детализация. Қаншалықты адамдардың түрі өтірік, немесе үйлердің түрі өтірік болса, сразу минус. Үшінші, бізде сіздің промптыңызды түсіне алуы, сіздің жасағыңыз келген мысалы уақытты, бұрынғы уақыт болсын, қазақ хандығы кезі болсын, қазіргі уақыт болсын, соны жасай алу түсінуі өте жақсы параметрлердің бірі. Мысалы, мен промпт жаздым мына жерде, айттым Қазақстандағы ауыл дедім, мысалы, ChatGPT Image өте керемет ауыл қылып жасап берді. Келесі бізде мына жерде Flux. Мен Flux'ты вообще қолданбайды екенмін. Кейбір моменттерде әсіресе Flux'ты көбісі андай моментте қолданады. Модельді, киім, сондай имиджевый фотолар жасаған кезде, продукттың фотолары болады, сондай фотолар жасаған кезде, немесе ерекше бір дизайндағы дизайнерлерге арналған фотолар жасаған, соны Flux қолданады көбісі негізі. Flux-те осындай фото шықты. Мынау мыльный фото, еще мынау жұлдыздардың көрінісі қатты бір шынайы емес болып қалған. Келесі бізде Runway. Runway негізі жақсы модель, өте жақсы модель. Маған ұнайды. Әсіресе Runway-дің видеогенерациялары жақсы. Стиль ретінде таңдауға мынау фотоларды алуға болады сияқты. Әрі қарай бұны Nano Banana немесе ChatGPT-мен дорабатывать ету үшін.
Келесі бізде Luma. Мен жақында ашқан ең мықты, өзім үшін ашқан ең мықты модельдердің бірі Luma Uni 1 деген модель. Өте жақсы, маған қатты ұнады. Қазір бізде хит болып жатқан Hixfit Soul 2 бар ғой. Hixfit'тің өзінде ғана бар, басқа жерде жоқ, по-моему, ешкім оны таратып жатқан жоқ. Hixfit'тің өзінің сайтынан ғана қолданасыз. Өте жақсы модель, тура Nana Banana сияқты керемет детализациямен, керемет киношный светтермен, композициямен әрленген фото. Соның бір аналог ретінде Uni 1-ді қолдансаңыз болады. Маған бір алдында тестовый доступ берген осы Luma компаниясы. Сол арқылы мен қолданған кезде кәдімгідей таңға қалдым. Прям детализациясы кәдімгі фотоға түсірген сияқты. Мысалы қарашы, мына фотоны алсаңыз, мынау кәдімгі бір қайтса болады. Неге түсірілген сияқты, бір iPhone-ға ма, бір фотоаппаратқа ма түсірілген сияқтындай. Вспышкамен түсіреді ғой. Сондай фото сияқты. Ар жағындағы жұлдыздардың көрінісі де, мына жердегі анандай дефект тұр ғой, анандай розовый, жасыл дефекттері, камераның дефекті сияқты, сондай дефект көрсеткен мына жерде. Шынайы көрініп тұр, маған ұнады мына фото. Мынау бізде Grok практически прям детализация жағынан идеально. Мін жоқ, бірақ тоже андай ешне сияқты фото болып қойған, композиция жағынан көрінісі. Келесі бізде мынау Image 4 түкі вообще жерде күн сияқты болып қойған. И сапа жағынан кішкене нашарлау. И арасында мынау Hixfit Soul'дың бірінші версиясы кішкене енді. Білмеймін, мен оны ешкім қолдамайды сияқты бірінші версиясы. Екінші версиясы енді топовый. Өздеріңіз қолданып көрсеңіздер негізі жақсы. Мынау бізде идеограмм көбінесе андай салынатын суреттер бар ғой. Сол суреттердің имитациясын жасау үшін жақсы бір құрал. Келесі соңғысы бізде One Image енді білмеймін. Кім қолданатын білмеймін. Енді осылардың арасынан мен қолданатын топ фотогенерация модельдері. Бірінші орында стиль үшін, сіздердің мудбордтарыңыз үшін, сіздердің раскадровкаларыңыз үшін, фильмдеріңіздің немесе жасайтын видеоларыңыздың стилін анықтау үшін, идеяларыңызды әрлей түсетін ең мықты модель ол Midjourney. Қазір самый топовый Midjourney. Андай банальный емес, ракурстары, цветтері, көрсеткен стильдері, оны тоже настроить етуге болады. Мысалы, Midjourney'ді ашасыз мына жерден. Ашқаннан кейін сіз мына жерде хаус дегенді, стилизация, необычность дегенді өзгерте аласыз. Өзіңіздің темпіңізге қарай, стиліңізге қарай. Мысалы, мына жерде сам база бұйтыр. Сіз просто максимально қойсаңыз болады. Вообще андай необычный фотолар жасап береді. Басына кіріп, түсіңдегі бір кадрларды сол сияқты жасап береді сізге. Стильді анықтау үшін мен осы Midjourney'ді қолданамын. Стильді анықтап алып, самый база ретінде кадрларды нақтырақ, ракурс бойынша түзетіп, детализациясын, адамның түрін анықтайтын менде модельдердің ең топовылары Nana Banana и ChatGPT 2 Image қазіргі моментте. Nana Banana екеуімен алмастырып отырамын. Кейде ChatGPT күштейді, кейде Nana Banana күштейді. Ол жерде Nana Banana 2 түрі бар, Pro'сы бар, 2-сі бар. Негізі 2-ге қарағанда Pro жақсы, бірақ кредитіңізді, токеніңізді үнемдемесеңіз 2-ні қолдансаңыз болады, немесе уақытым тығыз десеңіз 2-ні қолдансаңыз болады. Бір моменттер болып қалуы мүмкін, 2-ні қолданған кезде вообще түсінбей кетеді, вообще қуып кетеді, короче. Сол кезде Pro'ны қолданса болады. Самый топовылардың бір жаңа мен айтқан менің үшін открытие жаңалық болған, ол бізде Luma Image Uni V. Luma арқылы мен осындай раскадровкалар жасадым. Мынандай раскадровкалар прям киноның бір цветімен, қанықтығымен әкеп береді ғой. Осындай бір раскадровка істедім. Келесі мына жерде мен алдында сериал істегем. Өзім сериал істеген кезде қолданғам. Өте прям стильді ашу үшін мықты бір генерация жасап берген маған. Қараңыз. Мен ChatGPT арқылы, Nana Banana арқылы шығара алмаған стильдерді осы жерден шығарып берді маған. Мысалы, мен жерде стиль шығарып алдым. Мысалы, детализация жағынан, киношный жағынан мықты ше мынау. Бірақ кейбір кезде аюды, адамның түрлерін дұрыс демеуі мүмкін да. Просто стилін алам. Одан әрі қарай мен Nana Banana арқылы, ChatGPT арқылы түзетемін, короче. Мына адамды өзгерт, бірақ стилін сақта деймін. Мына стильдерді қарашы, кайф қой. Nana Banana арқылы бір промптпен сіз мынандай стиль істей алмайсыз, қиын болады. Немесе мынандай стильдерді істей алмайсыз. Киношный стильді, мынандай қарашы, қалай киношный істеп береді. Осындай стильдерді.
қазір арасында тағы да топовый видеолар істейміз. Мынау персонаждардың түрлерін, карточкаларын мысалы қараңыз. Мынау карточка басында нана банан арқылы істеген карточка қандай мультяшный болып тұр. Ал мынау Uni 1 арқылы жасаған карточка қараңызшы, қандай бір үштүтіт фотоға түскен сияқты герой. Тоже міне әдемі фото істегені, бір мынандай объективпен, киношный объективпен түсірілген сияқты, детализация жағынан мықты. Мен осындай кадрларды алып алдым да мына жерден. И осыны нана банан арқылы түзеп, киношный кадрға айналдырдым. Келесі мына жерде ұнаған фотолардың бірі мына жерде. Мынау мысалы Uniview'мен істеген, қараңызшы қалай Uniview'мен әдемі істелген. Прям маған керекті бір күшті кадр. Ал егер сіз нана бананмен істесеңіз, нана бананмен істеген кезде жаңбырдың түрлері қатты бір бояумен боялған сияқты болып көрініп тұрады да, көзге күйіп көп көрініп тұрады. Мынау үйдің атмосферасы қараңызшы қалай күшті істеп береді. Әрі тез, әрі мықты істеп береді. Мына қараңызшы қалай. Қараңызшы киноның кадрлары сияқты ғой. Осыны өзімнің бір стилім арқылы өзімнің фильмдерімде қолдандым. Сонымен достар, осы эксперимент арқылы сіздерге көмектесе алдым деген ойдамын. Мен қолданған сайтты қолданғыларыңыз келсе, төмендегі сілтеме арқылы өтесіздер. Осы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий жазып, келесі видеода қандай роликтер көргіңіз келеді, соны жаза кетіңіз. Және осындай мықты роликтарды, жақсы кинореализм деңгейіндегі видеолар жазып үйренгіңіз келсе, менің телеграм каналда өзімнің курсым бар. Толық ақпарат білгіңіз келсе, төмендегі сілтемеме өтіңіз. Қош, сау болыңыздар.